Есімім Ерназар Перизат Жангелдіқызы. Астана қаласындағы халықаралық мектеп ұстазымын. Қазіргі таңда оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және тәрбие процесімен байланыстыру мақсатында ашылған Reading Time пәнінің мұғалімімін. Еуразия ұлттық университетінің ағылшын тілі пәні мұғалімі мамандығын бітіріп, оқу жолын әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану пәні мамандығы бойынша магистрлік дәрежені алып шықтым. Жаңа нәрсені үйрену және даму ешқашан кеш емес. Ұстаз бағыттаушы, ұстаз актер, ұстаз үлгі. Уақыт пен үйлесім ол барлығына да қатысты. Егерде ұстаз уақытын бөліп, сабағында оқушылармен жұмысында үйлесімділік таба алса, оқушыдан да және ұстаздан да нәтиже көруге болады. Ол оқушының да ұстаздың да жеткен бір шыңы деп айтар едім. Ал ұстаздың сынып пен сабақты үйлестіре алуы ол шеберлік. Қазіргі таңда оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру және тәрбие процесімен байланыстыру және оқушыларды оқылымға ынталандыру мақсатында Reading Time пәні ашылды. Бұл пәнді үйрету кезінде бірден бір көмекші құрал Білімленд порталы болып табылады. Білімленд порталын қолдану барысында порталдың негізгі ұсынған ақпараттарының өте пайдалы және қызықты екенін көруге болады. Және порталды жасаушылардың өзі өз ісінің маманы. Балалар, бүгін Reading Time сабағында, кезекті Reading Time сабағында біз топпен жұмыс істейтін боламыз. Ол үшін, топқа бөліну үшін мен насандықшада жасырылған нәрсені сендерге ұсынамын. Соны аламыз, сол бойынша бөлінеміз топ. Жақсы, топқа бөліндік. Енді әр топ белсенді жұмыс істеу керек. Осы сабақ барысында түсіндік ме? Жақсы. Енді бүгінгі сабағымыз жаңа тақырыбымызды анықтап алайық. Ол үшін мен сіздерге экраннан Өтілетін жаңа тақырыпты айқындауға байланысты ой қозғау мақсатында ертегі суреттері ұсынылады. Оқушылар әртүрлі мазмұнды суреттерді көре отырып қысқаша сипаттайды. Олар суреттегі кейіпкерлер жайында мультфильм кездестіргенін айтады. Кейіпкерлердің образын келтіреді, театрландырылған көріністерден көргенін айтады. Берілген суреттерді таба отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын табады. Ертегілер әлеміне саяхат деп аталады балалар. Енді ертегілердің жалпы не екенін, ертегілердің қандай түрлері бар екенін, соны бізде Ай мектеп деген сайт бар, сол арқылы көріп алайық. Ай мектеп. Аға, біз қай жердеміз? Бұл ертегілер әлемі. Онда бұл қиял ғажайып әлемі болды ғой. Дана, ертегілердің көпшілігі ертедегі адамдардың арман тілегі мен қиялынан туған. Біздің қазіргі өмірімізде ол қиялдың бәрі дерлік шындыққа айналған. Олар ұшатын кілемді армандаса, қазіргі адамдар ұшақпен айшылық алыс жерлерге бірнеше сағатта жетіп жатыр. Олар әлемді көретін айнаны қиялдаса, біз теледидар арқылы ғаламды көріп отырмыз. Ертеде ұшқан құстан сәлем айтып, хат беріп жіберсе, қазір ғаламтор арқылы бірнеше секундта кез келген адаммен хабарласа аламыз. Аға, ертегілер туралы көбірек айтып бересіз бе? Ертегілер туралы көбірек білу үшін қолыңдағы картамен саяхатқа аттанайық. Алақай, біз
біздің кілеміміз ұшақтың болды. Аға, ұшақпен ұшқаннан гөрі кілеммен ұшқан қызығырақ сияқты. Иә, ғажап. Біз мына қақпадан кіріп, қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы кедергілерден өтіп, мына киіз үйге дейін жетуіміз керек. Ертегілер әлемі? Мына жазуға қара. Ертегілер әлеміне ену үшін ертегінің не екендігін айтуымыз керек. Мен анықтамасын білем. Ертегі адам өмірінде хайуанаттар дүниесінде болуға лайық әр алуан қызық, ғажайып оқиғаларды ойдан шығарып, өсіре әңгімелейтін көркем шығарма. Ертегілерден халқымыздың даналығы, наным сенімі, арман тілегі туралы біліп, әдет ғұрып, тұрмыс салтымен танысамыз. Аға, мұнда ертегінің түрлерін атаңыз депті. Ертегінің қандай түрлері бар? Ертегі мазмұнына, басқа да ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Солардың ішінде негізгілері қиял-ғажайып ертегілері, хайуанаттар жайындағы ертегілер, тұрмыс салт ертегілері. Аға, қараңыз, таусоғар тасты жарып, бізге жол ашты. Мәссаған, суға тап болдық. Мына көлден қалай өтеміз? Қиял-ғажайып ертегілер туралы айтыңыз. Қиял-ғажайып ертегілерінде жалғыз көзді дәу, жын-пері, мыстан кемпір, жез тырнақ, жеті басты айдаһар, тағы да сол сияқты адамға қауіп-қатер төндіретін керемет күштер және олармен күресте адам баласына көмекке келетін таусоғар, көлтауысар, желаяқ, саққұлақ, арғымақ ат, алып төбет, самырық қыз сияқты қиялдан туған ғажайып кейіпкерлер оқиғаларға араласады. Ертөстік, күн астындағы күнекей қыз ертегілері. Қиял-ғажайып ертегілер не жатады? Керемет. Сұраққа дұрыс жауап берген сияқтымыз. Сиқырлы балық бізді судан өткізетін болды. Хайуанаттар туралы ертегілерге бозінген, мақтағыз бен мысық, қарлығаштың құйрығы неге айыр, қасқыр мен түлкі, жануарлардың жыл басына таласуы сияқты жан-жануарларға байланысты халық қиялынан туған көптеген ертегілерді мысалға келтіруге болады. Алақай, киіз үйге жеттік. Оған кіру үшін тұрмыс салт ертегілеріне мысал келтіруіміз керек екен. Халықтың тұрмыс тіршілігіне, салтына байланысты туған ертегілерді тұрмыс салт ертегілері деп атайтын. Мысалы, Аяз би, қарттың ұлына айтқан өсиеті, үш ауыз сөз, Қыдыр бақ ақыл, жақсылық пен жамандық деген ертегілерді осы топқа жатқызуға болады. Сәлеметсіздер ме? Ой, тісім екен ғой. Қап, бір нәрсе айтып үлгермей қалғанымды қараш. Ертегілер біздерді батырлыққа, тапқырлық пен шешендікке, адамгершілік пен мейірімділік сияқты ізгі қасиеттерге үйретеді. Осы жақсылықтар үшін оларға рахмет айтқым келіп еді.
айта ма? Жақсы. Қандай жаңа ақпарат алдыңыздар? Ертегі туралы. Ертегілердің қандай түрі бар? Жақсы. Қыздар, қандай түрлері бар екен ертегілердің? Зере. Мысал. Жануарларға аяз би, жамандық пен жамандық. Жамандық пен жақсылық деген ертегілер жатады. Жақсы. Бұл әдебиет жем әдісінің шарттары қандай еді? Бейнероликтен кейін мәліметтерді есте сақтау, оқығанды түсіну, сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін жақсарту мақсатында Корея елінің эксперттері тәрбие жұмысын ұйымдастыруда қолданатын әдеби джем әдісі ұсынылады. Оқушыларға ер төстік, жануарлардың жыл басына таласуы, аяз би ертегілерінен үзінді беріледі. Ертегілер мәтін жолдары бойынша бөлініп, тұсап банкаларына салынып беріледі. Оқушылар 5 минуттың ішінде ертегілерді құрастырып, атауын және қысқаша түсінгенін айтады. Жамандық пен жақсылық? Енді қазір көрген бейнефильм бойынша сіздерді түсінгендеріңізді Оқушылар Ай мектеп білім беру порталында көрсетілген бейнеролик бойынша 5 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын орындайды. Бұл тапсырма оқушылардың көрген бейнеролик бойынша білімдерін нақтылайды. Сабақ барысын бекіту мақсатында Ай мектеп білім беру порталында ұсынылған дұрыс немесе бұрыс ойыны арқылы ертегілер жайлы білген ақпаратты тексере алады. Олар дұрыс және бұрыс сөздерінің тиістісін хаттағы тапсырмаларға жазады. Енді балалар, мен сіздерді жалпы осы ертегілер туралы және ертегілердің кейіпкерлері туралы өздеріңіздің ойларыңызды білгім келеді. Қағазда суреттер және қысқа ақпараттар беріледі. Сіздер ақпаратпен танысасыздар, өз пікірлеріңізді жазасыздар. Яғни сіз оқыған ақпараттан қандай өзіңізге жаңа нәрсе алдыңыз? Соны жазасыздар. Түсінікті ме? Жақсы. Сабақтың бұл бөлімінде оқушыларға ортаға ақш эксперттері ұсынған Write Around әдісі ұсынылады. Бұл әдісте оқушылар ертегі кейіпкерлерімен тереңірек танысып, сол кейіпкердің образын көре алады. Оқушылардың тапсырма орындау локациясы өзгереді. 3 топ жеке дөңгелене отырып, берілген ақпаратпен флипчартты ортада айналдыра отырып таныса алады. Оқушылар өз ойын жазып, ертегі кейіпкерлері бойында кездесетін қасиеттерді талдайды. Аяз би менің ең сүйікті ертегім, өйткені мен оны әрқашан оқимын. Сабақтың алғашқы бөлімінде таратылған бағалау карталар арқылы бүгінгі сабақ бойынша әр оқушы өзін бағалайды. Осы ертегілер әлеміне саяхат деген сабақты түсіндім, маған қызықты болды дегендеріңіз сары карточканы көтерсеңіздер болады. Ал маған кішкене әлі де оқу керек екен, білу керек екендеріңіз жасылды көтерсеңіздер болады. Қаны көтереміз, өзіміздің деңгейімізді бағалап жүрейік. Соңғы әдіс манифест деген әдіс білеміз ғой, иә? Бұл әдісте қалай еді, соңғы сөздеріңізді жазасыздар, иә? Жақсы. Сабақтың соңғы бөлімінде оқушылар Корея эксперттері ұсынған манифест уәде беру стендіне сабақ барысында алған білімі туралы ойлана отырып, күнделікті кітапханаға келу, аптасына бір кітап оқу, Reading Time сабағынан үй тапсырмасын орындау секілді уәделерін жазып, стендке жабыстырады. Жоқ болды, қазір аяқтаймыз. Бүгін біздің Reading Time сабағы аяқталды. Сіздерге үлкен рахмет. Үй тапсырмасы сіздерге тағы да қайталап өтем. Ер төстік мультфильмі дейді ғой. Мультфильмін көріп келесіздер екен. Жақсы ма? Түсінікті ме? Жақсы, сіздерге үлкен рахмет.